Сәлеметсіздер ме, құрметті де қадірменді тыңдармандарым. Арнама тіркеле отырыңыздар. Айнұр Мақсұт қызы, сезім бағы. Ақсырға ауылына шыққан қарапайым қыз, ата-анасының денсаулығына ақаулығы бар. Екеуі де туа бітті мылқау жандар. Кезінде интернатта оқып жүріп бір-бірімен танысып, отбасын құрып, араға 10 жыл салып көрген қызықтары осы Ақсырға. Анасы ауыр босанып, одан ана болу бұйырмады. Басқа түссе баспақшыл деген қолдарындағы жалғыз қыздары Ақсырғаны медеу етіп сабырмен өмір кешіп келеді. Әкесі етікші болса, анашысы тігінші, екеуі де ісмерлер. Ақсырға да анасының көргенін үйреніп өсті. Тірлікке тыңғылықты, тазайым. 10 сынып оқып жүрген кезі. Көктем шыға сенбілікте мектеп жастары тал егіп, арық тазалайтын заман еді. Дәл сол сенбіде көрші ауылдан бір автобус етіп 10 сынып оқушылары Ақсырғаның ауылына әкелген болатын. Мейрамда сол жастардың легімен сенбілікке келген болатын. Ауыл сыртынан арнайы саябақ жасауға бөлінген учасканы өңдеуге екі ауылдың жастары жұмыла кірісті. Ұлдар арық қазып, қыздар тал отырғызды. Шашын желкесіне түйіп, жіңішке белді ұзын бойлы ботадай көзі домалаған аққұба реңді Ақсырғаға мейірманның көзі бір көргеннен қадалды. Өз бетінше тіршілік жасап жүрген қыз жан-жағына қарар емес. Ақсырғаның сыныптасылдарының мейрам арудың есімін біліп алды. Кейін ақырындап, қасына жақындап танысуға бел буды. Мейрам жылаң етіп, Ақсырғаға айналшықтып тұр. Сәлем деп қара қою көзімен жігіттің бетіне бір қарап, қысқа қайырған қыздың сөздеріне не ыржиып тұр мынау деген сөзсіз айтып тұр. Мейрам сасқалақтап не айтарын білмеді. Не істеп жатсың деді көмілжіп. Көрмей тұрсың ба? Тал отырғызып барынша кірісіп кеткен қыз сұрағын сұрақпен жауап берді. Тал егіп жатсың ба деді жігіт әрі қарай әңгімені жалғамақ болып. Жоқ, парашютпен секірейін деп жатырмын деді қыз қыршыңқылап жауап берді. Өтірік айтпаш деді жігіт одан сайын не айтарын білмей. Ішің бісіп тұрса, мә күрек, әрі қарай сен отырғыз. Мен тобой сұрақтарды қойып тұрайын қасында деп қыз күректі Мейрамға ұсынды. Мен сенімен танысайын деп едім. Неменеге өзінше болып тұрсың? Танысатын болсаң, адам сияқты таныссаңшы. Қиынсыз сұрақтармен миымды ашытпай, Ақсырға болады есімім. Мейрам деп қолын соза бергенде күректі қолынан ұстата салған Ақсырға ала көзін иығын қиған еткізіп кетіп қалды. Қолындағы күректі қыздың ізінен жігіт сымақ қала берді. Танысулары осылайша еркелікпен басталған екі жас өмір еркелете қоймады. Екеуі де алды талай сынақ қаларын білмеді де. Қыздың алдында көмілжіп не болса соны айтып басталған таныстық екі жастың теңізде терең махаббатына ұштасты. Мейрам әр демалыс сайын, мереке сайын қыздың ауылына келгіштейтін. Ақсырға болса құрбысы Ләззаттың үйіне сабақ оқимын деп сылтаумен барып, Мейраммен үй телефон арқылы сөйлесетін. Ауылдың мен деген жігіттері ізінен жүгірсе де мойын бұрып қарамайтын аруды осы бір сөзге шорқақ, тым ұяң әрі момын Мейрам қалай баурап алған құрбылары түсінер емес. Түрі де аса ажарлы емес дегенмен қыз жүрегінде ұшқын оята алған алғашқы жігіт болды. Ол ауылына келсе, Ақсырға 40 сылтау айтып, бір сағат болса да кездесуге шығып келетін. Айлы түнде жымыңдасқан жұлдыздар екі жастың пәк махаббатына талай куә болды. Кеудесінде бар сырын анасынан басқа жан білмейтін. Әкесі өте намысшыл әрі қатал азамат. Қызының жігітпен жүргенін біліп қойса, ұрсады деген оймен жасыратын анасы екеуі. Оның үстіне барынша үкілеген үміттері, сенім артқан сенімдері жалғыз Ақсырға. Сондықтан бұл жалғыз перзент әке алдындағы борышын ес білгелі сезініп келеді. Қателікке апармайтын жалғыз жігіт ретінде Мейрамның момындығы да ұнағаны содан болар. Арада бір жыл уақыт өте кетті. Екеуі 11 сыныпта оқиды. Тіпті бітіруші атанғалы тұр. Қыс мезгілі болатын. Ұзын құлақ ақыры Мейрамның ата-анасы Ақсырға жайлы естіді.
Ол уақытта Мейрамның әкесі ауыл әкімі шетінде дүркіретіп тұрған шағы. Кімсің? Баймолданың деп гүрілдеп жауап беретін. Семіздіктен ырс-ырс етіп бәтеңкесінің бауын орынбасарына байлататын. Шешесі болса шіркін-ай, паң жүрісті, қазақы қойдың құйрығындай болған, бөксесімен маңғазданып жүріп отыратын. Біздің бәкең біздің отағасы деп ақ күйеуінің есінен тандырып, төркінін тойдыратын тым қу, аңқау Баймолданың бар байланысы сазылып жүріп, сыбырлап, күлімдеп жүріп көшіретін. Бір қыз бір ұлдан соң құлып салып, фигурам деп бала тумады. Ақсырғаның естірткен ақпаратшылар кімнің қызы екенін де қоса жеткізді. Ести сала жүрегі тоқтап қала жастаған шешесі дереу күйеуіне жеткізді. Екеуі әдемі жоспар ойластырып та қойды. Сол күні Мейрам ғашығының ауылына келген болатын. Кешкі ас үстінде шешесі әкесіне түртпектеп өзің айт деп белгі берді. Өз-өзін барынша сабырлы ұстауға тырысқан әкесі сыр білдірмей сөз бастады. «Я, балам, сабақ қалай?» «Жақсы әке. Биыл мектеп бітіресің, Алла қаласа студент атанасың. Осы Алматыға түсе салам әке». «Тәй тәрі, о несе а? Баймолда бола тұра жалғыз ұлымды Қазақстанда оқыта қоятын мен қоймаймын». «Әке», деді. Ішіп отырған шайға қақалып қалған жігіт үміттеніп әкесіне бір, шешесіне бір қарады. «Ей, не болды? Көзіңді алартып әкеңе», деді. Шешесі де иығын қиған етіп баласына қойып қалды. «Еш нәрсе», деді. Мейрам басы салбыраған күйі ас бөлмеден шығып кетті. Бөлмесіне барып, бір уайым, бір үміт жүрегін ауыртып ұйқы бермеді. Таразының бір басында әке шешесінің талабы, екінші басында сүйіктісі. Бұл жай әңгіме емес, екінші іші сезіп тұр. Шешем жасау керек. Өйткені мақтаншақ әкесінің қадалған жерінен қан алмай қоймайтын біледі. Не де болса уақыт еншісіне аманат етті. Мектеп бітірем дегенше бірталай уақыт бар, тәуекелге салды. Болжағаны дәл келді. Бұдан кейін де әкесі бұл мәселені талай қозғады. Талай ұрыс болды. Шыдамы таусылардай күйде жүр. Тіпті сонау аңыздағы ғашықтардың өмірбаянын оқып, үйімнен қашып кетіп үйленсем қалай болар екен деп те ойлады. Ақсырғаға айтуға дәті жіберер емес. Дәл осы сәтте өзінің есею керек екенін сезініп тұр. Тіпті есейіп те кеткендей. Өз тағдырына өзі иелік ету керек. Әнем не дегенше күлімдеп көктем келді. Айналада тіршілік оянып, табиғат жаңарып жатқанда Мейрам уақыты тоқтағысы-ақ келді. Әттең, қолынан келер түк амал жоқ. Мектеп бітіруге 2 ай уақыт қалды. Ақсырға жігітінің беймаза күйін көріп жүрсе де, себебін біле алар емес. Бір күні Мейрам бар күш-жігерін жинап алып, маңызды шешім қабылдады. Ол жайлы ғашығын айтпақшы. Сәуірдің 15 күні. Бұл күні Мейрамның есінде мәңгі сақталған. Өміріндегі ең бақытты және ең әсерлі күн ретінде жадында. Бір аптадан бері көрмеген ғашығына да сағынып тұр. Ақсырға да сылқым ғой, тура. Жігіт өзі тағатсыздана күтіп тұрғанда үйінен шығап болмайды ғой. Басқа күндері сабырмен күтіп тұрып тұра беретін жігіт үшін бүгін әр минуты зорға өтуде. Әйтеуір араға сағат салып, көк көйлегі желбіреп Ақсырға шықты. «Тух, Ақон, сен де шығып болмайсың-ау, күткенде» деп амандасты ғашығымен Мейрам жігіт. «Сонда басқа күні күтпейтін бе едің?» деді. Қыз да сөзбен шағып қалды. «Күтем ғой әрине, бірақ бүгін қатты күттім. Жүрші кеттік». «Қайда?» «Жаңа саябаққа». «Ой, не бар ол жерде?» «Жүрші енді, қырсықпай», деді. Қыздың қолынан сүйрей о баста екеуі танысқан саябаққа кетті. Енді ғана бой көтерген талдардың арасында кезінде Ақсырға отырғызған талдың адаспай тауып келді. «Есіңде ме? Екеуміз осы талды бірге отырғызып едік қой». «Иә», деп қыз аң-таң. «Ақсырға, дәл осы тал біздің танысуымызға себепші болды. Дәл осы тал қазір менің шешімімне куә болса екен». «Қандай шешім?» «Ақсырға, мектеп бітірген соң маға тұрмысқа шығасың ба?»
Қызда үн жоқ. Неге үндемейсің? Осы тал біздің махаббатымыздың символына айналсын. Қарашы, өзі бір жарып жатыр. Бізде осынау үлкен өмірде бірге бір жарайық. Көктейік, көбейейік. Осы саябақ сияқты саялы, ынтымақты, үбірлі-шүбірлі отбасы болайық. Бұл біздің сезім бағымыз ғой Ақон. Сен не деп сандырақтап тұрсың? Менің үйленгені, менің оқуым керек. Ата-анама көмектесуім керекпін. Ақсырға бірге оқимыз. Бірге көмектесеміз ата-анаңа. Сенің ата-анаң менің ата-анам емес пе? Мейрам, ақылға кел, олай болмайды. Болады, ең бастысы сенің қалауың деп қояр емес. Бір сағаттай қызға тоқтаусыз ұсыныс жасап, ақырында көндірді. Қуанышы төбесіне бір елі жетпей тұр. Енді әкесі мен анасының осы шешімін жеткізу керек. Шешінген судан тайынбас дегені бар. 17 жасар бозбала дәл қазір өз махаббаты үшін күресіп, ешбір кедергіден қорқып тұрған жоқ. Үйіне келіп әке-шешесіне жай болып түсті. Түн ауа үйіне айғайлап кірді. Папа, мама, қайдасыздар? Келіңіздер бері, айтарым бар. Ойбай, мына бала ішіп алғанынан сау ма? Тұршы әкесі, жүрші тездетіп, түнгі кіремін. Бетіне жағып отырған шешесі әкесін оятып, жалма-жан бөлмесінен атып шықты. Ұйқысын ашылмаған күйде Баймолдады бәйбішесінің соңынан ілесе ерді. Не болды ей бала? Деп дауысы қарлығы әкесі баласының айғайлағанына айқаймен шықты. Папа, мама, мен білем бәрін. Нені білесің балам? Деп дауысы ежелектей сөйлеген шешесінің әпенділігін ойнатып тұр. Мен білем, сіздер менің қызым жайлы білетіндеріңізді. Сіздер мені әдейі шетелге жібергілеріңіз келеді. Бірақ олай бола қоймас. Мен сол қызға үйленемін деп айтты да тұрған орнынан қақырағаны бір тепті, қабырғаны бір тепті. Аяқ киімін шешпестен кіріп келген, сол кезде ғана көрген шешесі қой аузына шөп алмас ұлының бұл ісінен қорқып та тұр. Мұнадан бері мелшиіп тұрған әкесі креслоға отыра кетті. Шешесі болса өтіріктен сыңқылдай жылап, кәдімгі әртістігін танытты. Балам-ау, иә білеміз, естідік. Біз сенің ата-анаңбыз ғой. Сені өмірге келген соң жақсы өмір сүрсін дейміз. Үйленбе демеймін, үйлен. Бірақ сен әлі жассың ғой. Ел көр, жер көр. Бар ғұмырың алда ғой ботам. Неге сонша ондай шешім қабылдап тұрсың? Әлде қызың аяғы ауыр ма? Егер аяғы ауырласа, ақшасын берейік, түсік жасатайық. Кейін емдетейік. Әкел қызды үйге. Сөйлесейік деді маймылдығын ойнатып жатыр. Осы кезде шыдамай кеткен әкесі. Сөмелек, бір дүйім, ел менің айтқанымен жүріп тұрады. Барлығы менің аузыма қарап, ауыздан шыққан әр сөзімді жерге түсірмей қағып алады. Жетпегенді жетістегі шалдар айтқанда істеп жүрген сен кімсің? Әке, тәкаппарланбай-ақ қойыңыз, атақ, абыройыңызбен мені құртпай-ақ қойыңыз. Мен үйленем, бітті, деді әкесінің көзіне тік қарап. Анандайда ойпырмай төбелесіп қалмаса екен-ау деп жаны шығарда тұрған анасы бір қарады. Армандама, енді қалғаның мылқаулармен құда болуым еді. Үрерге иті, сығарға беті жоқ, сыңыры шыққан тас кедейлер менің төлімде отырмайды. Сен бала адаспа. Сіз адаспаңыз, папа. Өлсеңіз, атағаңыз намаздамайды. Мына мен, жалғыз ұлыңыз намаздайтынмын. Абыройыңыз әруағыңызға Құран оқытады. Менің балаларым атам үшін деп Құран оқытады. Өлсеңіз, осы төріс сізге қабір болмайды. Бүгінгі қалтаның баршылығын ойламай, ертеңі көңілдің тоқшылығын ойлаңыз. Қалта мен көңіл дос емес, серіктік істе емес. Келініңіз иіліп сәлем беріп тұрса, жалғыз ұлыңыз жаныңызда жалау болып жүрсе, немерелеріңіз иығыңызға асылып жатса, көңілдің тоқшылығы сол емес пе? Жапшы аузыңды.
үйленгісі келсе Серіктің қызын аласың. Құдам дегенде елдің алдында бетім жарық болады зато. Сіз үшін елдің пікірі менің бақытымнан артық па? Иә, артық. Сондықтан үйленбейсің. Алдырмаймын бәрібір. Она мені іздемеңіздер. Қош, сау болып тұрыңыздар. Айтпақшы, қадірлі анашым, ертеңге қонақ шақырыңыз. Жалғыз ұлыңыздың жаназасын есіктен бір теуіп шықты. Үйінен шыға сала досы Мақсаттың үйіне барды. Түпкір бөлменің терезесін ақырында бұрып еді. Бауырындай болып кеткен Мақсат ояу түнде жарымда өрт сөндіргендей болып тұрған Мейрамды көріп шошып кетті. Дереу көшеге шығып, не болды, Мико, тыныштық па? Деп алаңдаушылығын білдірді. Тыныштық болса жүрем бе осылай? Үйде кетіп қалдым, деп есіктің алдындағы үлкен тасқа жантая отырды Мейрам. Не болды? Не үшін? Ақсырға үшін. Не болды қыз үшін үйіңнен безіп? Мақыс, қазір бұрынғы бет қалмады. Айтпа олай. Ақсырға көптің бірі емес. Қыз үшін атанаңды да, досыңа да қарсы шығайын дедің бе? Сенің не қарсылығың бар Ақсырғаға? Әлде оның әке-шешесі мылқау болғаны сенің де намысыңа тиіп бара ма? Досым, оның ата-анасына не қатысы бар? Онда неге менің әкем сияқты әңгімені тіліп тұрсың? Деп Мейрамға ашуға бұлқанды әбден. Ой, мен сені дұрыс түсінбедім. Айтайын дегенім, ата-ана біз мәңгі қарызбыз ғой. Қалай сен оларды ренжіттің? Деп Мақсат досының ашуын басты. Сен еш нәрсені де білмейсің ғой, деді. Мейрам оған оқиғаны бастан аяқ баяндап берді. Досын тыңдап, жаны ашыған Мақсат оның үйіне қондырды. Ертесіне таңғы шайдың үстінде өз әкесінің қолдау сұрауы үшін Мақсат жағдайды түсіндірді. Екі жігіттің әңгімесінен соң, «Иә, Мико балам, әкім мырзаның тәкаппарлығын бұл ауылда білмейтін адам түгілі итте жоқ шығар. Көпке мәлім қасиетті жалғызын бездіріп жібергені өкінішті. Енді бұлай, сені бүгін қалаға апарып салам. Жиен інімнің мойкасы бар, сол жаққа барып лаждай тұр. Мектеп шығарып жібермес, әкең әкім ғой», деп Мақсаттың әкесін қолдау берді. Бұл көмекке Мейрам шын мұқтаж еді, бірақ бір парақ қағазға Ақсырғаға былай деп хат жазды. «Сүйіктім, сен үшін бүкіл әлемге қарсы шығамын. Мен қалаға кетіп барам. Сені сол жақта күтем. Ара-тұра Ләззаттың үй телефонына хабарласып тұрам. Сені шақыртсам телефонға. Осыдан 2 ай лаждай тұрайық. 2 айдай шыда. 2 айдан соң қалада кездесеміз. Сен келем дегенше жағдайымды жасап алайын». 3-ке бүкте Мақсатқа табыстады. Ақсырғаға жеткізуін аманат етіп, түстен кейін қалаға шығып кетті. Мақсаттың әкесі уәде еткенде қаладағы інісінің үйіне апарып таныстырып табыстады. Ертеңгісінен ақ Мейрам жұмысқа кірісіп кетті. Бұл уақытта хат Ақсырғаның қолына жеткен еді. Ақсырға құлазып қалды. Үйден кеткені 3-ші күн. Әке-шешесін енді ғана іздеуге шықты. Көрген білгенін сұрастырып, нөкерлері ауылдың ішінің бүкіл үйді тінтіп шықты. Шешесінің айдауымен Ақсырғаның ауылына барды. Қызың үйін адаспай тауып барды. Бейтаныс адамдар кім екенін танымаса да, Ақсырғаның әкесі ентелеп шарбаққа жүгіріп барып, күліп қарсы алды. «Ей бейшара, менің балам қайда?» деді діңкілдеген. Бай молданың бет әлпетінен жақсы хабармен келмегенін сезіп, езуіндегі күлкіні жинап алды. Құлағы естімесе де, әкімнің көзіне тіке қарап тұр. «Ей байғұс, ұлым қайда? Шығар қане? Әкімнің ұлына етікші әке болмас», деп діңкілдеді. Күмістеніп үлгеріп жатты. «Сайқал қызың айт, баламның басын қатырмасын. Балам арқылы қарындарыңды тойдырайын деп беріңдер». Қасындағы нөкерлері үйді ақтар деп белгі берді. Сотталдай 4 еркек етікшінің қарапайым үйін еңкейтіп кіріп бара жатқанда Ақсырғаның әкесі күйгелектеніп алдарынан жүгіріп шығып тоқтатып әлек. Оны адам қорлы көрмеген оққағарсымақтар қарсыласына қарамады. Нөкерлері ақырында байғұс әкенің дымын қалдырмай сабап тастады.
Бұл уақытта Ақсырға мен анасы ауданға базарға кеткен болатын. Үйлерінде келгенде аузы бөлмеде денесін ала алмай ыңқылдап жатқан әкесін көрген жан ұшыра шақырып көршілерден көмек шақырды. Шынымен бір сағаттай орнынан тұра алмай жатуының себебі бар екен. Әлгі нөкерлер байғұстың қабырғасын сындырып тастапты. Оны да ауданға көрші жандостың көлігімен апарып рентгенге түсіріп ауруханаға жатқызғаннан соң ақ бірақ білді. Бірақ Асқарға әкесі осыншама қастандықты кім неге бұлай жасағанын білмейді. Өйткені әкесіне айту үшін екі қолын көтеруге шамасы жоқ. Арада 2 апта уақыт өтті. Әкесінің беті бері қарап, лаждап қызына айтып берді. Епке келмей, әлсіз саусақтарымен зорға түсіндірді кім екенін. Бірден келген Ақсырғаға дереу Мейрамның үйіне тікелей барды. Әкесіне жаны ашыған қаршадай қыз әкімнің үйіне кіріп барды. Түс ауа бастаған кез еді. Есіл-дерте сабағының ауған қыз кітаптың бетін ашуға зауқы жоқ. ОПТ дегеннің білім саласына алғаш енген жылы ғой. Ол болса әкесін уайымдайым мектепке бармағалы 2 апта болды. Сол күні мектепке бармай әкесінің қасында отырған еді. Әлгі хабардан соң бір орнында отыра алмады. Түс ауа көрші ауылға бет алды. Трассада кездескен жол жөнекей көлікке мініп Мейрамның ауылынан бірақ шықты. Ауласына кіре сала, аға, тәте деп айғай салды. Кім бұлай? Деп бөкселі бәйбіше маңғазына үйінен шықты. Менің әлсіз әкемді өлімшетіп сабауға қалай дәттеріңіз барды? Не айтып тұрсың ей? Тышқан. Немене, мен есеп сұрайын деп бедің, сен кімсің өзі? Өтірік танымайтын кейде танытпаңыз, Ақсырғамын мен. Болсан қайтейін? Әрі жүр, қарағым менің үйімнен, деді менсінбей. Қазір мен осыдан милиция шақырамын. Ей, сен не деп тұрсың өзі, ақыл есің дұрыс қызсың ба? Мүгедек адамды ұрып кеткен, мына сіздердің қастарыңызда менің есім бүтін деп сөзбен сойғалап барады. Әкесі де үйінен күйеуін шақырды. Не болды деп гүрілдеп шыққан баймолда түсінер емес. Мен Ақсырғамын. Балаңызды бөтен үйден неге іздейсіз? Неге өзіңіз иелік етпейсіз? Мықты болсаңыз, әлде мықтылығыңыз тек әлсіздерге жете ме? Сен бұқ мұрын сөзіңе ие бол. Қара мынаны. Балаңыз керек болса достарыңнан сұраңыз. Мақсат біледі бәрін. Менің үйімнен неге іздейсіз? Жай ғана іздесеңіз мақұл ғой, бірақ сіз қылмыс жасап тұрсыз. Мүгедек адамды ұрғаныңыз дұрыс болмады. Мен қазір милиция шақырамын. Әкең кедергі болмау керек еді. Айналайын, болды, мазамды алма. Милиция емес, құдайыңды әкел деп кекете күліп үйіне кіріп кетті. Сондағы ойы ауылдың участковыйы шақырар деген. Алайда қыз ақылды, аудан емес қаладан шақыртты. Одан да қазіргі ұялы телефон жоқ. Ауылдың медпунктіне барып стационарды телефонмен шақырам дегенше біраз уақыт өтіп кетті. Әкем үйінен қашып кетер деген оймен үйінің алдына барып отырып алды. Ойлағандай болды. Көп ұзамай-ақ әкім әйелімен үйінен шығып, көлігіне отырғалы жатқанда Ақсырға айқаймен тоқтатты. Аға, әкім аға, тоқтаңыз, қайда барасыз? Сен өзің қыр соңымнан қалмай басыма бәле болдың-ау, кетші айналайын деп көлігіне отыра бергенде, сіз тоқтаңыз, ұлыңызды қайда екенін айтам. Сол кезде Мейрам үшін әкем мен жан тапсыра жаздады. Мен үшін сіздер менің басыма бәле болған. Ей қыз, мен білгенмін. Бір білерің бар екен сенің, деп әшейінде мәнерін маңқаланып, сөзі созылып шығатын бәйшеше шәң-шәң кетіп көліктен атып шықты. Иә, мен білем. Маған қалдырған хатын ауылдас інім әкеле жатыр. Соны күтіп отырмын. Сіздерге табыстауға қатты мекен жайы жазылған деп алдап соқты. Бұндай айлаға уақыт созу үшін. Таңнан бәрі нәр татпаған қыз кеш бата бастаған кезде әлсіреп барады. Араға 20 минут уақыт салып,
Құқық қорғау органдары қызметкерлері жетіп келді. Әкімде әйелде аң-таң, дым түсінер емес. Кіп-кішкентай қыздың осындай тірлік күтпеген түгелі ойламапта еді. Милиционер көліктен түсіп, алдымен қыздан арыз алып, әкімді салып алып кетті. Әйел болса қызға бас салуға дайын тұр. Әттең, көз алдында күйеуін әкетіп бара жатқан соң, дәл сол қателікті жасағысы кеп-ақ тұрған жоқ. Бар болғаны ой жүзекше, сенің кесірің бәрі. Күйеуім ақталып келеді, сосын сазайыңды береді. Дайын бол, сайқал деп жұлқынып үйіне кіріп кетті. Әл-дәрмені құрыған қыз екі иығы салбыраған ауылына қайтты. Әупірімдеп үйіне жеткенде алдынан тағы бір хабар күтіп алды. Үйіне жеткенде Ақсырғаның алдынан суыт хабар күтіп алды. Әкесі аурухананың кереуетінде жан тапсырыпты. Тепкіден бауыры жыртылған екен. Бірнеше күн бойы тек аппараттың көмегімен жатқан әке еш нәрсеге жәрдем бола алмады. Іштей қан тамшылап, ақырында өмірден өтті. Ақсырға есік алдындағы адамдарды көріп, шарбақтан әрі қарай кірерге немесе бері жолмен қашарын білмеді. Қанша жерден іші сезіп тұрса да сол суыт хабарды естігісі жоқ. Мелчиіп тұрған қыздың нағашы әпкесі үйіне құшағына қысып кіргізді. Есінен талықсып қайта жиып, әкесінің намазына да өткізді. Бірнеше күн бойы нәр тартпаған қыз әл-дәрмені жоқ бойында. Дегенмен ашуыза оны қайрап тұр. Қалайда әкімсымақты соттату, нағашыларының көмегімен және әкесінің қайтқанынан түскен ақшаны бір бөлігін қалаға барып мықты адвокат жалдады. 6 жыл уақыттан соң бірнеше ауыр баппен әкім түрмеге тоғытылды. Бұл уақытта Ақсырға мектепті бітіріп қойған еді. Оқуға да түсе алмады. Шешесі екеуі ауылда лаждап күн көріп жүр. Мейрам болса, сол кеткеннен мол кетті. Ат ізін салмастан хабар-ошарсыз Ресей азып кеткен екен. Сол тіпті әкесінің сотталғанын да білмейді. Күйеуі сотталғаннан кейін шешесі де ауылға қарабет болдым деп көшіп кетіп қалды. Ұлының Ресейде екенін білсе де артынан іздеп бармаған. Уақыт шіркін жылдамдығына шектеу бар ма? Сырғыған секундтар минутқа, минуттар сағатқа айналып, арада тағы бір жарты жылды тоқтаусыз өте шықты. Ақсырға әкесінің жылдығасын беруге дайындық үстінде жүр. Түс ауа, ертеңі қонағасына алыс жақын келген туыстарын күтіп, қайта-қайта шарбаққа мойын созып, ауласын сыпырып жүр. Бір кезде бойшан келген жіңішке жігіт құлағы қалқиып тесіліп тұрғанын байқады. Қай кезде қай тұстан келіп қалғанын аңғармаған қызда қарап тұр. Кім бірінші тіл қатады екен? Екеуі бір-біріне қарап 2 минуттай тұрды. Саламатсыз ба? Кімді іздедіңіз? Деді. Көзін күннен көлеңкелеп бір жағына қарай қисайған, қолындағы сыпырағысын тастаған белін таяна Ақсырға бірінші болып сөйледі. Сәлем, бері қарай келіңізші, Ақсырға, деді әлгі жігіт. Іштей мұны сары маймылдың даусы таныс деген күйде шарбаққа жақын келді. Өз көзіне өзі сенер емес. Өңі ме әлде түсі ме белгісіз сезім танып тұр. Дәл өзі томпақтығы тарқап, ауылда қап-қара болып жүрген Мейрам бір жылда бойы өсіп ақырындап сап-сары жігітке айналған. Бойы сорайып, екі иығы шығып, біраз өзгерсе де көз жанары сол қалыпты. Қызда үн жоқ. Тыныштықты бірінші болып Мейрам бұзды. Қалайсың жаным? Сәлем деп, көжектей дірілдеп жауап берді. Мен келдім, саған келдім, сені іздеп келдім деген сол еді. Жігіттің қыз есін жиып алды. Сен маған енді жолама деп нық дауыспен батырып айтты. Не болды? Әке шешемнен бұрын саған келдім. Уақыт санаумен болдым ғой жаным дегенде қыз бір түрлі болып қалды. Әке шешем, сенде хабарың жоқ па? Неден? Шын айтып тұрсың ба? Иә жаным, түсінер емеспін. Жарты сағаттан кейін баққа барам. Сол жерде тұрама. Кетуің керексің. Сен қыз не бір түрлі болып тұрсың? Күйеуге тигеннен саумысың? Кет дедім саған, баққа барам. Күт деп үйіне кіріп кетті.
Үйінде бір-екі тіршілігін аяқтап жүгіріп саябаққа барды. Кезінде өздері танысқан жердегі жігіт күтіп тұр екен. Кекілі желбіреп жүгіріп келе жатқан қызды көріп, құшақтап алуға ынталанып көріп еді, қыз кілт тоқтап қолын қағып жіберді. Мейрам, ұзақ тұра алмайым, мені тыңда, деп бүкіл оқиғаны басынан бастап айтып берді. Қыздың бір бұл сөзінен бөлмесінен тыңдаған жігіт әкесінің сотталған естігенде жерге отыра кетті. Барлығын айтып болған қызда не дер екен деп өзін тосып тұр. Арада 10 минут үнсіздіктен сол, кешір Мейрам, біз ешқашан бірге бола алмаймыз. Түсініп қара, сені көрсем, әкең есіме түседі. Менің әкемді өлтірген Қанқолдының баласына тұрмысқа шығып, ұрпағыңды көбейте алмаймын деді. Де бұрылып кете барды. Аң-таң күйде жігіт жерде отырған күйі ләм-лим деместен қала берді. Сол кездесуден кейін екі жас бір-бірін көрмеді. Ортада 5 жыл уақыт өтті. Ақсырға ауылда жігітке тұрмысқа шығып, шешесінің қолына күйеуімен қоса көшіп келді. Оқуды да оқымады. Күйеу бала ауыл мектебінің дене шынықтыру пәнінің сабақ беретін мұғалім. 7 ағайындының екіншісі. Ауылдас болған соң бұлардың тағдырынан бәрі хабардар. Мұлқау құдағиын қамқор бол деп ұлына жіберген енесі де алтын адам ғой шіркін. Ақсырға да бірақ екі үйдің тіршілігін теңде жасап жүр. Ұлын ертіп енесінің үйін тазалап келеді де өздерінің үйлерінде жағдайын жасайды. Бір күні поштаға шешесінің зейнетақысын алуға барып тұрған еді. Есік алдында адам көп. Сөйтсе көрші ауылдағы поштаға жарық болмаған соң бүкіл зейнеткерлерді осында жіберіпті. Кезекте тұрған еді. Бір кезде қара торы келген келіншек қасына таяп келіп, ақсырғасың ба деді. Иә, танушы ма едіңіз мені? Әрине, сен біздің ауылдың баты қызысың ғой деді сықылықтай күліп. Қойыңызшы, біреумен шатастырып тұрған шығарсыз. Жоға, танып тұрмын ғой, біздің әкімді соттаған батыр қызсың ғой. Мен Мейрамның кластасымын деп ауыз-аузына жұқпай әңгімені соғып тұр. Қайдағыны еске түсіріп жібердіңіз ғой. Қой, көңілім түспесін. Қанша жұрттың алғысын алдың. Айтпақшы, Мейрам қайтыс болды ғой, естідің бе? Ресейде жүріп, өліпті марқұм дегеніне әрі қос құлағы шыңылдап дым естімей қалды. Тіпті кезегін тастап, саябаққа қарай бет алды. Кезінде өздері еккен талға қарап тұр. Бүкіл талдар әдемі боп көтеріп, жапырақтары жайқалып тұрса, бұл тал орта бойдың әрі өтпей құрт жеп шіріп тұр екен. Басқа талдардың көлеңкесін көрінбей де қалыпты. Ақсырға әлі қара талды